Алдында Алматыдай айбат делдің. Ағамнан қорықпайтын қайраткермін. Сізбенен 15 жылдай айтысқанда бет аузымды мазақ қып сайрап келдің. Аузыңдағы тістерін қисық қойдып, азуымды шұқылап ойнап келдің. Риза қып қазыны да халықты да менің тісім арқылы бәйгап келдің. Сол кезде сізге айтатын жауап таппай, амал жоқ бармағымды шайнап келдім. Бірақ та Алматыға келмей тұрып, барлығын алдын ала ойлап келдім. Пәлен мыңға жөндетіп тістерімді, өзімше дайындалып жайнап келдім. Мінеки тістерімді маржандай қып, алсаған қанжардай қып сайлап келдім. Осы жолы тіліңді байлайын деп, 32 тісімді қайрап келдім. Хоп, хоп. Ол қайтеміз әңгімені бөтеді сақ. Айтыспен қызық болып өтеді сәт. Ағаммен қажасқанды жақсы көрем, Наполеонмен сырласқан göте құсап. Бірімізден бөлінбейміз, табақтағы құлақпен шеке құсап. Мен тұрғанда су жаңа iPhone болып, сіз тұрсыз заман өткен Nokia құсап. Сіз тұрсыз пакетикте шай секілді, мен тұрмын капучино кофе құсап. Мен тұрмын жүсіп құсап сүйкімді болып, сіз тұрсыз Бәлібектей көке құсап. Әйтеуір біздерден ел шаршамайды, мультиктен жалықпайтын бөпе құсап. Екеумізде тіресіп шаршамаймыз, мультиктегі қошқар мен теке құсап. Хоп, хоп. Мен едім, ақын әнші репер едім, продюсер бетерден де бетер едім, ой жансарым. Жандарбек менің ағам болған менен шоу-бизнеске мен бұны жетеледім. Әйтпесе жай ақын болып үйде жатқан, айтыспен асырайтын бөпелерін. Сырыммен дуэт құрып қосылғалы, 2 күнде хит болып жүр 2 өлеңің. Қазақстанды аралап гастрольмен 7 жұртқа танылды 7 өнерің. Шүкірде жан сырымға кіргеніңе, Жандарбек мен болмасам нетер едің. Ринат Зайтовпен дуэт болсаң, көп болса парламентке жетер едің. Балғынбек Имашевпен дуэт болсаң, кей адамды танымай өтер едің. Айнұр Тұрсынбаевамен дуэт болсаң, шай менен шампунь сатып кетер едің. Өзімнен дәп адамды сүйреп жүрмін, ағайын шаруам қиын өте менің. Өгіздей осы ағамды еркелетіп, әперемін шоколад кофелерін. Жұттарды көкелері көтереді, ал мен байқұс көкемді көтеремін. Хоп, хоп. Атаканды қабыл алдым, бірақ та көңіліме ауыр алдым. Сөздерің ұзақ әрі қатты болды, етіндей көп қайнаған кәрім алдым. Ағамды адам қылдың деп қояды, мен не деген ініге жарығанмын. Өз басым айтыс сүйер көрерменге, сен садикте жүргенде танымалмын. Мен сені тауып алдым демей-ақ қой, керісінше мен сені тауып алдым. 10 жасында мамаңнан сұрап тұрып, өзіңді шәкірт қылып бағып алдым. Басқа емес сеніменен дуэт болсам, жеңілдігін ойладым шаруамның. Әйтпесе көп дуэттің құрыласа тарағанын естиді халық әр күн. Тарап кеткен Нұрлан мен Мұраттың да бір кезде білуші еді әнін әркім. Артур менен Ырайым бөлімді де әр жерден іздеп кетті бағын әркім. Қос қарлығаш секілді Нұрмұқасан тобының
қос әншісін сағынармын. Білмеймін көз дейді ме, сөз дейді ме, дуэттер тарап кетсе қамығармын. Жан сырымда солардай болмасын деп бөлінген әншілерден тәлім алдым. Бізге де тіл көз дейіп кетпеу үшін аузан қиған сырымды алып алдым. Сырымжан сценарийге сәл қарамай, айтыста асығыстау толғағанай. Тізімді бұл ағаңа қайрап кепсін, ниеті Жандарбекке тарбаладай. Қайта сол тістеріңді қақсап жүріп, емдетіп бермеп беді Жандар ағай. Айтыс сайын тісіңе тиіскенім, жөндеуге болды тегін жарнамадай. Жөндедің тізіңді жөндетіп ап, ағаңды шайнайсың ба сонда қалай? Алматыда өзіме қарсы шықтым, жақсылық жақпайды екен оңбаған-ай. Тізімді жұлып берген дәрігердің тілімді қоса жұлып алмаған-ай. Тіс емес Құдай бізге берсе тілді, Сырымжан айқасайық ер секілді. Кофе мен Нокияны ұйқастырсаң, әлі де бір қайнауын кем секілді. Өзімді айфон ал мені Нокия деп, басымды бағалайсың зор секілді. Қайта сол проблемасы аз болатын Нокияның заманы жөн секілді. Зарядкасы жететін бір аптаға, қуаты айфоныңнан мол секілді. Сендер құсап сынбайдың, сырылмайдың, қатты жерге түссе де жер секілді. Лақтырсаң жаудың басын жанатындай, салмағы бір кірпішке тең секілді. Айфонмын деп несіңнен мақтанасың, айтайын түрлі кемшетіңді. Айфон қолға тигенде ата-анамен баланың сөйлеспеуі сор секілді. Сен келгені кітапта оқылмайды, ұрпақ көп көкірегі көр секілді. Айфон дамып көбейді алаяқтар, көрінген қайырымдылық қор секілді. Айфонның экраны бастады ғой ұятсыз видеоларды көрсетуді. Осындай бәлелердің біреуі жоқ, Nokia жақсы емес пе мен секілді. Әпәдемді қазақтың тәрбиесін айфондар бүлдірді ғой сен секілді.